Алматыда ауа райы бұзылып, қатты дауыл тұрды. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Елдегі және шетелдегі жаңалықтарды алғашқылардың бірі болып көргілеріңіз келсе, каналымызға тіркеліп, лайк пен қоңыршаны баса кетіңіздер. Алматыда ауа райы бұзылып, қатты дауыл тұрды. Салдарынан бірнеше ағаш құлап, көліктерді басып қалған. Шаһардың бірнеше аудандарында жарық сөнді. Төтенше жағдай қызметінің мәліметінше, 112 нөміріне бірнеше тұрғын хабарласып, тал-теректің сынып құлағаны туралы айтқан. Тиісінше оқиға орнына құтқару қызметінің мамандары жіберілген. Ресми мәліметтерге сүйенсек, зардап шеккендер жоқ. Жалпы жыл басынан бері шаһар көшелерінде 30-ға жуық ағаш құлаған. 10 шақты көлік пен 2 дәмхана зақымданған. Құзырлы органдардың дерегінше, қазір қалада 4 миллионға жуық тал-терек өсіп тұр. Оның 80 мыңдайы апатты жағдайда, яғни кез келген сәтте тамырымен қопарылуы мүмкін. Осы және өзге де жаңалықтарды арнамыздан бірінші болып көргілеріңіз келсе, каналымызға тіркеліп, лайк пен қоңыршаны баса кетіңіздер.